Баршаңызға қайырлы күн. Мастер-класстарда сатылымда жүрген пиццаны рецептісімен бүгін пицца дайындайтын боламыз. Ұнаса лайк басып тіркеле кетіңіздер. Ол үшін бізге ситадан өткізілген ұн қажет болады. Оған шым-шым тұз қосамыз. Бір шай қасық шекерімізді қосамыз. Және 1,5 шай қасық дрожжымызды қосатын боламыз. Мен видеода дрожж қосып жатқан түспей қалған. Сіздер ұмытпаңыздар салуға. Содан соң ұны 350 грамм болса, дәл соның жартысы 175 грамм жылы су құямыз. Жылы суымыздың құйып болғандан кейін 20 грамм зәйтүн майын немесе сұйық май қойыңызға болады. Содан соң тындырып 20 минутқа көтерілуге қоямыз. Көтеріліп болғасын осындай жайып формасын осылай келтіреміз. Жанын мен кішкене жанын қайырып алдым. Қайырмасаңыз да болады. Противенге салып, осылай пергаменттік бумаға салып алып, оған дейін пешімізді барынша үлкен қанша градусқа дейін барады, соншаға дейін ысытып қоямыз. Пешімізді ысытып, оған дейін осылай начинкасын дайындаймыз. Бір шай қасық томат, бір шай қасық майонезімізді жағып аламыз. Осылай жағып аламыз. Сосын колбасамызды салып аламыз. Колбасаңызды өзіңіз білесіз, төртбұрыш қылып турасаңыз да болады. Осындай қалыпта турасаңыз да болады. Сырымызды теркеден өткізіп, үстіне жағып алатын боламыз. Пешімізді барынша қатты градусқа қойғаннан кейін 7 минут қана пісіреміз пиццамызды. 7 минуттан соң аламыз. Уақытты қарап отырыңыздар. 7 минут болған кезде пештен аласыздар. Осындай керемет пицца шығады. Баршаңызға ас болсын. Ұнаса лайк басып тіркеле кетіңіздер. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.